саламатсыздар ма оқушылар? Иногда мне вообще каждый шаг страшный. Иногда фигнут наделают, нас не спасет. Мне сейчас Масканов, я что буду распечатать? Кітаптарымызды алдық, иә? Дайынбыз ба сабаққа? Иә. Сабағымызды бастамас бұрын психологиялық дайындық, ақ тілек, әсем күлкі деген психологиялық дайындық жасап аламыз. Жақсы ма? Бәріміз маған қараймыз, экранға қараймыз. Көңіл күйлеріміз қалай оқушылар? Сабаққа дайындықтарың қалай оқушылар? Ынталарыңыз қалай? Онда ендеше сабағымызды бастаймыз. Енді оқушылар, біз сабағымызды бастамас бұрын мен үй тапсырмасын сұраймын. Үй тапсырмасы ол біз орындықта жасырылған сұрақтар арқылы мен үй тапсырмасын сұраймын. Яғни бізде барлық балалардың емес, кейбір балалардың орындығының артында қағаз жабыстырылыпты. Ол жерде өткен тақырыпқа байланысты сұрақтар бар. Сол сұрақтарды кімде сұрақ бар, қолымызды көтеріп, сол сұрақтарды алып, сосын жауап береміз. Жақсы ма? Ол өткен тақырыпқа байланысты сұрақтар. Бірінші, қараймыз, кімнің артында сұрақтар бар екен? Қолымызды аламыз, жайлап аламыз. Қолымызды жайлап аламыз. Кімде жоқ, қолымызды қойып отырамыз. Кімде бар, аламыз қолымызға, оқимыз. Сосын кім дайын сұраққа жауап беруге. Оны ал аяғын кім кімдер не еді? Жарайсың. Дұрыс па? Иә. Жарайсың. Келесі. Саттың қималы іс-әрекетін білдіретін сөздер не дейміз? Етістік дейміз. Тағы кімге бар? Ахмет. Оқушы деген сөз, сөздің қай сөз табына жатады? Қандай сөз? Зат? Зат есімге жатады. Жарайсың. Тағы да? Етістіктің сұрақтары. Жарайсың. Дұрыс па? Етістіктің сұрақтары? Тағы да кімге бар? Тасылдан. Сын есімнің сұрақтары. Қатты айтады, және ма? Қандай сұрақтар? Қандай? Сын есім сұрақтары? Қандай, қай деген сұрақтарға жауап береді. Келесі тағы кімге бар? Алғысаны. Сан есімнің сұрақтары. Нешінші. Мағаш, жарайсың. Келесі. Сат есімге мысал келтір. Деген сұрақтарға жауап береді. Мысал келтіреміз. Біздің айналамыздағы заттардың барлығы зат есімді. Тақта, есік, терезе. Жақсы, жарайсың. Келесі. Кімай? Сан есім дегеніміз не? Сан есім? Заттың сұрақтары. Көше қанша? Жарайсың. Тағы кімде бар? Қолымыз қоямыз қалды. Тағы кімде бар? Зат есім дегеніміз не? Заттың кімдер деген сұрақтарға келесі. Қатты. Сын есім дегеніміз не? Заттың ал көмектесіп жібереміз. Сын есім дегеніміз заттың сыртынан түрін, түсін, сапасын, сөз табын не дейміз? Сын есім. Тағы кімде бар? Болды ма? Жарайсың. Яғни, біз қандай сұрақтарға жауап бердік? Яғни, бұл жерде сөз табы туралы сұрақтар берілген екен. Яғни, біз сөз таптары, соның ішінде зат есімді өтіп жатыр. Сөз таптарын біз жеке-жеке атап өтіп кеттік. Яғни, сол туралы тән шолу жасаймыз.
Яғни сөз таптары, неше сөз табын білеміз біз? Бірінші. Яғни сөз табын біледі екенбіз. Зат есім сұрақтары қандай? Зат есім дегеніміз не бірінші? Зат есім деген кім айтады? Баяғым. Жоқ, зат есім деген заттың атын білдіреді. Яғни заттың атын білдіретін сөздерді не дейміз? Зат есім дейміз. Зат есім сұрақтары жақсы. Келесі сөз табы сын есім. Сын есім дегеніміз заттың сынын, түрін, түсін, сапасын білдіретін сөз табы сын есім дейміз. Сын есім сұрақтары қандай? Жарайсың. Келесі сөз табы сан есім. Сан есім дегеніміз заттың сан есім деген заттың санын білдіреді екен. Сан есім сұрақтары келесі соңғы сөз табы етістік деген заттың іс әрекетін білдіреді екен. Зат есім етістіктің сұрақтары естеді деген сұрақтарға жауап береді. Жарайсыңдар, біз соның ішінде, осы сөз таптарының ішінде қай сөз таптарын өтіп жатыр? Зат есімді өтіп жатыр екенбіз. Яғни бүгін зат есім тақырыбының соңғы сабағын өтеді екенбіз. Зат есім бүгінгі тақырып зат есім. Сабақтың мақсаты тыңдаған материал бойынша тірек сөздерді белгілеу, ашық және жабық сұрақтарға жауап беру. Біз жаңа сұрақтарға жауап береді. Түсінікті ме? Жақсы. Келесі. Енді қараймыз. Бәріміз тақтаға қараймыз. Қарап па? Көрініп тұрған балаларына? Қазір, енді біз қазір 4 топқа бөлініп отырмыз, 4 топқа дайын отырмыз. Енді мен осы топтарға ат беруім керек, яғни ол үшін маған 4 оқушы керек. Әр топтан бір оқушы маған келу керек. Қаламдары болсын қолымда. Айнап келесі. Жаңа тұрамыз бір-біріне қалам. Бірінші, рахат кез келген бір шарды жарамыз, сол шардың ішінде топтың аты шығады. Түсінікті ме? Қасына жақындаса, жақындырма. Қасына жақында бүйтіп жарып. Жарайды. Қасым? Қағаз аламыз. Яғни рахаттың несі тобының аты етістік екен. Етістік деген қағазды келесі. Саған тобының аты сын есім. Қақтан ішіне қол қоямыз. Арсеннің тобы қандай екен? Сан есім. Келесі. Яғни, Раянаның тобы қандай екен? Зан есім. Ортаға қол қоямыз. Қолымыз қоямыз. Тұр қоя, дұрыстап тұрма? Болма? Енді тақтаға қараймыз. Яғни бізде кітапта қандай неше жаттығу берілген бірінші? 18 жаттығу. Яғни 18 жаттығуды жазбас бұрын біз бәріміз тақтаға қараймыз. Яғни біз тақтада суретке қарап отырып, біз 18 жаттығуда не туралы екенін біз біледі екенбіз. Яғни біз тақтада нені суретін көріп тұрмыз? Әншілер,
өлең айтып жатқан кісілер әртістер жарайсың тағы да адамдар аха тағы олар әртістер қай жерде өлең айтып жатыр сценаның қазақшасы қалай сахна яғни сахнада не істеп жатыр яғни біздің қазіргі 18-ші жаттығуда берілген мәтін осы неге байланысты екен сонымен әртістерге байланысты сахнаға байланысты және көрермендерге әншілерге байланысты екен енді 4 топқа бөлініп отырмыз біз енді осы 4 топқа мен не беремін мәтінді 4-ке бөліп беремін бірінші мәтінді оқимыз оқып болғаннан кейін осының ішінен мысалы сын есімнің тобына мен сын есім тобына қайсы сын есім мәтіннің басын беремін иә яғни осы мәтіннен сын есімді табамыз астын сызамыз етістік сан есім осы берілген мәтіндердің ішінен сендер топтарын қандай сол сөз табамыз астын сызамыз ішінен уақыт беремін астын сызамыз яғни етістіктің астын сызамыз кім болды ортадағы тепкішені бассам дауыс шығарды сол кезде мен білемін кім болғанын иә кім болды тепкішені басамыз Kım oldu tepkişeni basamız. Al birinchi top bo'ldi. Sanyesim to'g'ri bo'ldi. Qolgan ikkimiz. İkinci top oldu. Alıp kalan ilk top çizdiniz. Oldu bıraktık. Kilisi kayıp oldu koyun başına mı? Al birinci top kayıp oldu. Yani sanırsın topu ya. Al nerede birinci okuyumuz. Tez. Ayağı tutup kalktılar. Şimdi içinde zaten sanırsın da yapalım. Kalan
Қызметті етіп қатты алдындағы төбеге шығады. Күн ұясына кірген кешкі кезге сәт тамақ ауыр қырған айналып келген қайда аспанды яғни осы мәтін ішінде сан есім қайсы екен? 8. Жақсы, жарайсың. Жақсы. Яғни мен әр топқа дұрыс жауап берген топқа жұлдызша таратамын. Ең соңында біз санаймыз жұлдызша. Жақсы ма? Келесі екінші топ қайсы топ болып еді? Екінші сын есім тобы. Оқимыз. Қарай ағылды. Ай келіп ал концерттеріңді бастай бер. Құрмаш дейді әнші. Келген жұрттың қиыққа сыймай сен де соғыстады. Бұл атақты әнші Әміре Қашаубаев екен. Яғни бұл мәтін ішінде сын есім қайсы екен? Судай Судай және атақты. Қандай судай, қандай әнші атақты әнші. Жарайсың. Келесі үшінші топ. Қайсы сәтті жаңа? Записың. Ал қатты оқимыз. Қатты. Яғни осы мәтін ішінде зат есім қайсы екен? Әртістер, концерт, есік, жігіт. Жарайсыңдар. Зат есімді тапсырдым. Келесі соңғы топ етістік, ал етістік айтамын. Құмаш қойсы уайымдама көзсіздің ашпас әнші бишілерін әзірлігіне осы жұмысшыларсың. Менің сылғаны қолма қойып жинап берейін саған дейді. Қалай оның өзін білеміз. Яқты етістік ашқын дегенде сөзін берейін. Жақсы, жарайсыңдар. Яғни етістікті дұрыс қатты, аяғына. Яғни бұл мәтінде не туралы екен? Концерт туралы. Яғни әншінің аты кім екен? Әншінің аты кім? Әміре. Яғни біз мәтінді ал қолымыз қоямыз. Келесі сергіту сәтін жасап аламыз. Орнымызда отырып, жарай ма?
16-шы жаттығу. 16-шы жаттығуда не деп тұр? Сауатты бала қалыптылған. Жоқ, не деп тұр? Не берілген? Нақыл сөздерді қатесіз. Нақыл сөздерді қатесіз. Ол үшін біз дәптерімізді ашамыз. Бүгін күн жазамыз. Бүгін қандай күн? Қаңтардың 20-сы. Дәптермен жұмыс. Дәптер бар ма? Болды, қолымыз қоямыз. Мен көріп отырайын. Болды ба? Ал оқушылар, енді біз нақыл сөзді экраннан қараймыз. Кім айтады екен, сосын маған айтасыңдар, жарай ма? Бәріміз экранға қараймыз. Нақыл сөздерді қатесіз жаз. Бірінші нақыл сөз. Сауатты бала талпынған ұстай. Құмары қанбас аспанға ұшпай. Екінші нақыл сөз. Адам баласының ең жаманы талапсыз. Нақыл сөздерді қатесіз жаз. Бірінші нақыл сөз. Яғни бізді экраннан көріп тұрмыз. Абай Құнанбай бізге екі нақыл сөзді не істеді? Оқып берді. Енді бізде не деп тұр? Дәптерде не деп тұр? Кітапта. Нақыл сөздерді дәптерге көшіріп, қатесіз көшіру керек, иә? Ал тапсырманы орындаймыз. Көшіреміз. Ол нешінші жаттығу екен? 19-шы жаттығу. Қатесіз көркем жазамыз, иә? Оқушылар енді қараймыз. Яғни бізді нақыл сөздерді бізге кім айтты дедік жаңа ғана? Абай айтты. Яғни бұл жерде жасанды интеллектпен не істеген? Жасалған екен, иә? Абай Құнанбай қай жылы туылып, қай жылы қайтыс болған білеміз бе? 1845 жылы туылып, 1901 қайтыс болған екен, иә? Яғни Абай Құнанбай
Kim ekan bilamizmi? Yazuvchi, ақын, аудармашы ekan. Қазақтың ұлы ақыны ekan ya. Яғни Абай Құнанбаевтың өлеңдерін білеміз бе? Қандай өлеңдері бар? 4 мезгілге арнап өлең жазған ya. Қандай? Жаз. Қазір қандай мезгіл? Жазды күні деген өлеңдері бар екен. Яғни бұл ақын туралы біз жоғары сыныптарда, басқа әдебиет сабақтарында өтеді екенбіз. Жақсы ма? Жақсы. Енді қаламдарымыз қоямыз. Келесі, яғни 19-20 жаттығуға өтеміз. Болды па? Яғни ол топпен жұмыс. Яғни мен әр топқа тапсырма беремін. Яғни қарайыз. Яғни мен әр топқа тапсырма беремін. Бұл топта яғни бұл жерде қаланың аты, яғни басар, бұл жерде 20-шы жаттығуда не деп тұр? Кесте бойынша сөздерді толықтыр дейді. Яғни бұл жерде бас әріппен жазылатын сөздерді жазуымыз керек. Яғни мен сіздерге басқаша тапсырма дайындап келдім. Бұл жерде қаланың аты, адамның аты, ақынның аты, көлдің аты, әңгіменің аты, ертегінің аты. Яғни бұлардың барлығы қандай әріппен жазылады? Бас әріппен жазылады. Енді екінші жартысында осы ертегі, адамның аты, қаланың аты берілген. Яғни біз мына жіптерді сәйкестендіреміз. Яғни қаланың аты деймізді, мысалы қайсымыз қарағанды, яғни біз жіпті жақсырамыз, яғни клейлеріміз бар, осы тапсырманы орындаймыз. Қай топ бірінші болып, яғни ортадағы тетікшені басамыз. Үшінші болып па? Ал бұл бәріміз қолымыз қоямыз, бір топтан ұстап келіп
Al aytib beradi. Endi o'qishda. Dayız. Toz koyarız. İki üç taşında. Otur. Al. Dayız. Kararında. Terus. Terus. Şimdi. Adamlardan aynı koydum. Aklımda var. Maşallah çıkamayız. Bugün artık Balkaş. Böyle veririz. bugün artık Terus. Bunlar acaresi. Her bir çalışa vereyim. Yine size yakınışık tuvaksız olacak ya. Yakınışık. Sana bir tane taşlar. Askın kınışık demek ki çalışan alt koyar. Altındaymış, tiksiliyoruz. havanın artım karanlık artım masa mağaza Usta. adamın artım aynı Usta. yüzde Usta şaltama yetiğin nerede? Duruz. Ayrıca vardı tavaptın faydası. Tavakının faydası duruz. Kuzin vardı Usta var mı? ya. Kaçsın? Aklının aklı, masajıma başlayayım. Ya, duruz. Şimdi stop. Kuzin vardı bağlar. Adamın artı alkol. Aklının artı ağırlığı mobil. Annemin artı Tavakının faydası. Öyleyse. Şovkan. Halkların adı Karahanlı. Ya resimler. Devam ediyoruz da. Duruz. Öyleyse. Onu koyarız. Olacak. Son batı ortasındayız. Al. Ya resimler. Üstteki darlılar. Ya. Das konuştular çok nasıl? Al giriş tapsama. Çok halinde de tapsama. O жерде makal materyalde biz ne isteyimiz? Сәйкестендіреді. Яғни мына жерде конвертте тыңдаймыз ба? Конверттің ішінде makal материал бар. Ол сөздер шашыранып тұр. Сол шашыранды сөздерді бір makal материал қылып құрастырамыз. Түсінікті ме? Ол үшін клеймен қағазға жабыстырамыз. Makal
Soğuk top tapşırmaz. Kalan toplar kolunu koyar. Al, oturar mısın? Al, kalkar şundayız. Makam materi. Yani makam materi diyordu, sağlık, vatansız adam, ormansız bol bir fikir, sejarah isterse. Biraz yıkış top. Otan ortasından başlar. Çaresiz. Birisi. Şuş top. Sen. Birisi top. Makam mesele. Çaresiz. Birisi top. Aquí askar жақсы. Сонымен біз бұл тақырыбымыз қандай екен? Зат есім деген, иә? Зат есім дегеніміз не екен? Сонымен заттың атын білдіретін сөздерді зат есім сұрақтары қандай екен? Зат есімге мысал келтіреміз. Зат есімге. Кім? Адам, жарайсың. Құс. Не? Құс, дұрыс, жарайсың. Адамдар. Парта. Яғни зат есім, яғни жан-жағымыздағы барлығы зат есімге келеді. Енді қараймыз, алдымызда біздің жұлдызшалар бар, иә? Енді бағалау үшін әр топтан неше жұлдызша жинадық? Санаймыз. Жақсы, жарайсыздар. Енді соған қарап, мен сіздердің күнделіктеріне баға қоямын. Енді қараймыз, сабақты отырамыз, Ахмет. Сабақты бағалау үшін енді қараймыз. Керемет өтті, жақсы өтті, түсінбедім, сұрағым бар деген сыға басады, керемет өтті деген аға басады, жақсы өтті деген бұға басады. Сосын ең соңында көреміз, иә? Неше бала түсінді сабаққа, неше бала түсінбеді. Бірінші топ келеді, басады. Жақсы. Келеміз бәріміз. Кім басып отырады? Ол бір рет басады. Ал енді қараймыз. Неше бала жақсы, неше бала керемет деп жауап бергенін қараймыз. Сонымен 21 бала керемет деп жауап беріпті. 2 бала жақсы деген жауап беріпті. 1 бала не істепті? Сабаққа түсінбепті. Жарайсыңдар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Рахмет.